Баршаңызға сәлем, есімім Әсел. Бүгін стрипті дайындайтын боламын. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ, өте дәмді. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріп, тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Ең бірінші клярын дайындап аламыз. Барлық заттар тізімін описанияда бөлімінде қалдырамын. Онымызға тұз, паприка, қара бұрыш, 2 жұмыртқа, барлығын қосып жақсылап араластырамыз. 1 пиалай су құйып аламыз. Осындай бізде қоймалы жүн болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қойып қоямыз. 2 тауықтың төс етін алдым. Турап, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай турап аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін клярымызға салып араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа 1 сағатқа қалдырып қойыңыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осылай дайындалады. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде комментарий жазып, қазақ тілі арнаның дамуына аз да болса өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Өте сондай дәмді болды. Балаларыма да өзімізге де ұнады. Енді ұнымызға тұз, паприкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы стрипциларымызды осыған аунатып қуыратын боламыз. Осы аралықта соусымызды дайындап қоямыз. Сол үшін бізге керегі майонез, тұз және қияр, тұздалған қияр, чеснок, пияз, майдалап туралған және лимон суы қажет. Барлығын осылай араластырып қойып қоямыз. Осыған батырып жесеңіздер өте дәмді болады. Бізде жарты сағат 1 сағаттай уақыт өтті. Енді жаңағы стрипциларымызды алып, онға 1-2 рет аунатып, кейін қызып тұрған табаға қуыра берсеңіздер болады. Орташа отта қуырып алатын боламын барлығын. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай, сковородканың жартындай май қажет болады. Соған 5-6 штуктан салып отырып қуырып алдым. 2 беті қызарғанша қуырасыздар. Іші де жақсы піседі. Дайын болған стрипциларымызды салфеткаға сүзіп алатын боламыз. Майын тартып алу үшін өзіне. Осымен біздің стрипциларымыз дайын. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.